Қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздерге теңдеулер жүйесін ұсындық. Шығарып көріңіз, пауза қосып, сосын жауабын төменге пікірге қалдырыңыз. Егер сіздің жауап пен біздің жауап сәйкес келіп отырса, онда тамаша. Біз теңдеулер жүйесін мына әдіспен шығарамыз. Астындағы теңдеуді 2-ге көбейтейік. Сол кезде бізде не пайда болады? 6x қосылған 10y қосылған 6 тең 0. Енді келесі бірінші теңдеуден 6x өз орнында тұра берсін. Минус 8y пен минус 12-ні теңдеудің ар жағына шығарып жіберейік. Сонда ол 12, минус 12 плюс 12 болып барады, минус 8y плюс 8y болып барады. Сонда 6x тең 12 қосылған 8y. Осы жердегі 6x-дің мәнін мына 6x-дің орнына қояйық. Сонда 12 қосылған 8y, ол мына 6x-дің орнына жазғанымыз, кейін плюс 10y қосу 6 сол үйінде жаза береді. Тең 0. Y-ке сан қоссақ, 18y қосылған 18 тең 0. 18y тең минус 18. Сәйкесінше y тең болады минус 18 бөлінген 18. Y минус 1. Негізі дәл осы жерден аяқтап қоюымызға болады. Себебі жауаптарда y-дің мәні минус 1 с жауабында көрініп тұр екен. Негізі мына теңдеулер жүйесінде екі жауап береді. Мысалы, бірінші жауап 2-ден 3 болсын, екінші жауап минус 1 болсын. Мына бірінші санымыз ылғи x те береді, екінші санымыз y те береді. Жақсы ма? Енді минус 1-ді y орнына қояйық. 6x тең 12 қосылған 8 көбейту минус 1. 6x тең 12 минус 8. 6x тең 4. Сәйкесінше x тау үшін 4-ті 6-ға бөлеміз. Екеуді 2-ге қысқарып кетеді, сонда x тең 3-тен 2. Яғни 3-тен 2 және минус 1. Бұл бізде с жауабы. Назарларыңызға рахмет.